Жәмила біздің институтты бітірді, дипломсы отличием бітірді, жақсы бітірді. Сосын мен аспирантура алып қаламын деп әрекет жасап, орын алып, о кезде Нарыбаев министрға бардым. О кезде мен декан едім. Сосын о кісі орын берді, Казгудың есебінен бір орын. Оның алдында сендерден бір жыл бұрын Жәмила кімдер бітірді? Сүлейменовалар. Жарқын, иә. Оғанда бір орын сұрап алып қала алмағанбыз. Соң институтқа алып қалмақ. Ректорымыз болмайды дегеннен кейін. Сосын бұл қызымыз Қаратауға кетті. Қаратауға, иә? Қаратауға келіп бізден бір рет стажировкадан өтіп, сол аспирантура қайтып алдық. О кезде бізде аспирантура ашылды, мен ректор кезімізде. Сосын өзім қолыммен оқытқан оқушы болғаннан кейін, және жақсы оқыған, ойланып, бір қиын тақырып берді осы бүгінгі тақырып. Ол шын мәнінде жаңа кемшіліктерді бәрін айтып жатыр ғой. Ол енді сөз жоқ, кемшіліктер бар, бірақ орысша айтқанда не каждому аспиранту, диссертанту по зубам. Екі үлкен мәселе бар оның. Бірақ сол алып шығады деген оймен сондай тақырып беріп, алдында кішкене қиналып жүрді, артынан сол коллегаға түсіп, көріп отырсыздар, бүгін өзіндік ойы бар, өзіндік пікір айтып, әрбірдесін сол жалпы қазақ тілі емес, жалпы тіл біліміне өзінің қосқан үлесі бар. Ең алдымен сөз жасауының не екенін, бұрынғы айтылып жүрген қалыпты ережелеріміздің көп жағдайлары бүгінгі тұрғыдан келгенде бүгінгі талапқа сай емес екендігін дәлелдеп беріп отыр. Екіншіден, жаңағы көп зерттеуде қоймаған, жаңағы Рәкең бастап зерттеген, кезінде Қордабаевның синтаксін зерттеген, бірақ әлі сол синтаксісі де грамматикасы да толық бітті деген сөз емес. Тек жалпылама жағынан айтылған, сол Рәбиға Ғалиевна Сыздықованың негізгі шығарған сол жамиғат табарихымен соның тіліндегі сөз жасам процесін қазір көрсете отырып, қазіргі қазақ тілімен салыстырып, сол өзіндік пікір айтып отыр. Бұл, меніңше, кемшілігі қаншама бола тұрса да, қазақ тіл біліміндегі үлкен бір сәтті жұмыстардың бірі деп есептеймін. Оны бүгінгі кеңес мүшелері де жақсы айтты. Сондықтан ең алдымен құтты болсын шырағым.